Кеңес одағының батыры Маншук Мәметова 1944 жылы 1 наурызда Кеңес одағы батыр атағы беріледі. Кейін 3 маусым 1944 жылы Шаяхметовтің өкімі шығады. Мына бірнеше пункттан тұратын. Соның бірінші пунктінде өзінің туған елі Орда ауылы, Орда ауданында, Батыс Қазақстан облысында ескерткіш орнату туралы. Сол өкімі 1948 жылы жергілікті сол Орда ауданының колхоздарының көмегімен 1948 жыл 6 желтоқсанда Шамсудинов авторлығымен Орда ауылында алғашқы Маншук Мәметованың ескерткіші ашылады. Шамсудин бұл оралдық мүсінші ғой? Иә, Хасан Шамсудинов деген ол оралдық мүсінші, бірнеше туындылары осы Орал қаласында, жалпы Батыс Қазақстан облысында бар. Сол бір жұмысының бірі, сол Маншук Мәметовтің ескерткіші алғашқысы болып, сол Орда ауданында осы кісінің авторлығымен орнатылған. Содан кейін қай жерлерде орнатылды? Енді Маншук Мәметованың ол өкімде, жаңа Шаяхметовтің өкімінде тек қана ескерткіш орнату емес, сонымен бірге Алматы қаласындағы Іле көшесін Маншук Мәметов атындағы көшеге ауыстыру, сонымен сол жылы ашылып жатырған қыздар педагогикалық училищесіне Маншук Мәметов атын беру, сол уақыттағы медициналық институтта, қазіргі Санжар Асфендияров атындағы институтта стипендия 500 сом Маншук Мәметов атындағы ең үздік студентке орнату, сонымен қатар жазушылар одағы мен композиторлар одағына пьеса шығару, ән шығару, үгіт-насихат бөліміне Маншук Мәметовға байланысты брошюра шығару, сосын әр деңгейде, аудандық, облыстық, республикалық деңгейде осы ерлігін насихаттайтын мақалалар шығару, сондай бірнеше жұмыстар. Сол өкімдер орындалды ма? Өкімдер орындалған болар енді, себебі ескерткіші қойылды. Стипендия туралы ештеңе айта алмаймын, бірақ Маншук Мәметов көшесі Алматыда бар. Іле көшесіне берілген болды. Иә, Маншук Мәметов көшесі бар Алматыда. Енді колледж, жаңағы техникум туралы ештеңе білмейміз. Бірақ Қызылордада колледж бар ғой. Иә, Қызылордада колледж бар, Ақтөбеде колледж бар, Маншук Мәметов атындағы. Сол енді жаңағы пьеса туралы, ән туралы, өлеңдер жазу туралы енді жалпы бар ғой, енді ол қай уақытта шыққан туралы енді беймәлім, бірақ енді біздің облысымызда Жәнібек ауданында бар ескерткіш, сосын Оралдан Сайқынға көшірілген ескерткіш бар ғой. Иә, негізінен екінші ескерткіш болып, сонау 60-шы жылдардың аяғында бюсті ол Маншук Мәметов бюсті, ол Сайқын ауылындағы Маншук Мәметов мектебінің алдында тұрған бюст болу керек. Екіншісі деп есептеймін өзім. Әрине оған мен құжаттар тапқан жоқпын, бірақ тапқымыз келеді. Жалпы ойымызда бар, оның үстінде білім мекемелері бар Маншук Мәметов атындағы. Соған осы музейдің меңгерушісі Ахмедияр Батырхан екеуміз барып келгіміз келеді. Кездесіп, ұжыммен кездесіп, оқушылармен кездесіп, осы барлық жердегілерге ме? Қазақстан бойынша айтып, осы Маншукке байланысты ерлігі туралы, кітабы туралы, елі туралы, ескерткіші туралы жалпы айтып жүргеніміз деп ойымыз бар, бірақ енді қаржыны талап етеді, бірақ уақыт шешер енді бұйырса. Енді Жәнібек ауданында бюстісі бар ғой. Иә, бар, бюстісі бар Жәнібек ауданында. Алматыда бар, Қызылордағыны көрдім мен. Астанада бар ғой деймін. Астанада ашты ғой. Иә, Астанада да ашты. Бар, Астанада бар. Мүсіреті бар, толық ескерткіші бар. Иә, сондықтан. Сосын енді мына қаһарман үш қызғың ескерткішіне байланысты осындағы ескерткішті Ордаға, Сайқынға көшірді. Иә, ол бар. Сондай бір қызықты тарих, себебі мысалы Маншук Мәметов туралы көптеген осы кітап шығарды, осы музейдің меңгерушісі. Былай қарағанда 700-ге жуық мақала болған екен, осы сол соғыс кезінен бастап осы біздің уақытқа дейін. Бірақ сонда да мына ескерткіш туралы ешкім жазбаған, сол алғашқысы мен болып жаздым. Сондықтан әлде де зерттейтін заттары бар.